Арджун Эригайси, Владимир Федосеев, Тата Стил. D4 ATF6, C4 E6, ATF3, D5. Уәзір гамбитіне ұқсап тұр, AC3 піл бұтыр. Жоқ, бұл енді Немцович қорғанысы. Уәзір B3, қызық жүрістердің бірі. Бұл деген қазір жиі қолданылмайды, көбінесе уәзірді C2-ке қояды. C5 піл G5 байлап тастады. Бізді әдемлеп тұрып алдық және мұна C3-тегі аттың көзін жойдық. Өте жауапты шешім. Болашақта мұна піл деген өте қауіпті болуы мүмкін. Алдық және сарбазды негізгі орталыққа қойдық. Мына жерге шабуыл жасау деген сияқты. Ат B5 және рокировка. Жарайды деп. Қателестік не істейміз деген сияқты. Алдық ат A6, бәрібір күресу керек. Мына атты шығару керек. Мына C7-дегі торды бақылауға алу керек және піл F6. Тағы да бір түсініксіз шешім. Неге Арджун Эригайси осылай жүрді? Міндетті түрде осыны істеу керек педі ме? Басқа да амалдар болды ма деп отқам. Бұл жерде мысалы айтып тұр, негізгі орталыққа сарбазды қою керек деп. Алдық. Енді E4 мына сарбазға жабысты. Піл D7. Бірақ біз деген бір сарбазымыз жетіспейтін болса да, мына өтетін сарбаз. Бірақ біз деген рокировка жасадық, уәзірімізді шығардық, пілімізді шығардық және мына атымызда бәрін шығардық. Ал қарсылас деген әлі патшасын рокировка жасаған жоқ, пілді шығарған жоқ деген сияқты осы жағдайларды пайдалану керек. Уәзір D2, ат C5, бірден мына жерге шабуыл жасау, ат C3, тура C8, жартылай ашық жолға орналасу, тура D1, уәзір G6. Көрдіңіз ме? Әрбір жүріс сайын біз деген бір нәрсеге шабуыл жасаймыз. Бұлай өте жауапты шешім, өйткені мына қиғаш жолды қатты әлсіретеді. Мына қара торлардың барлығын әлсіз қылады. Осыған да мән беру керек, өйткені мән бермейтін болсаңыздар қиын болады. F5. Біз енді шегінетін жеріміз жоқ, өйткені біз деген сарбаз жетіспейді, жағдайымыз онша емес. Тек қана алға. Алдық және B4. Ат D7, піл B5 және уәзір B6. Міне кезіндегі осы қиғаш жолды не істеді? Осы қиғаш жолды босатты. Енді біз деген осыны әдемлеп тұрып пайдалануымыз керек. A4, ATF6, D6 және A6. Мына пілге шабуыл жасау мүмкін B4-тегі сарбазға шабуыл жасау. A5, уәзір A7, піл A4, патша H8. Енді бұлай шабуыл жасамас үшін біз деген алдын ала өзіміздің патшамызды қауіпсіз жерге қоямыз. F1, B5, піл B3, тура FD8. Мына сарбазға шабуыл жасау. Әзірше 0.65. G4 енді неге бұлай жүреді түсінбеймін. Неге патшаның жағдайы онша емес? Неге осы сарбаздардың қатарын неге бұлай бұзады деп отқан ғой. Піл G6, G5, ат H5. Қуана мына торға келеміз. Каспаровтың сүйікті аты. Ат E2 және тура C6. Мына сарбаздың қал жағдайын білу. Бұл өткені орталықты өтетін сарбаз. Уәзір D5, тура C3. Егер де бұлай алатын болсаңыздар, онда уәзір E3 шақ болады, соңген ат F4 болады, бәріміз секіреміз. Егер де алатын болса, онда мен ойлаймын енді бұлай шақ беретін шығар, бұлай қорғанасыздар, енді бұлай жүретте мына жерге шабуыл жасайды және мына жерге шабуыл жасайды. Міне осы жерде кім? Арджун Эригайси қателесті. Піл A2. Піл A2 өрескел қате деп тұр, енді бірден уәзір E3. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен білесіздер, ауыр фигуралар үшін өте жақсы екен. Қазіргі таңда ат F4, соңген ат G2 деген әрекеттер жасау. Уәзір D2, ат F4 келдік. Алдық. Бұлай және піл D3 болды. Мына ат деген қиын жағдайға тап болды. Бұлай шақ. Енді қалған қиын емес, өткені бұл 2705 деген рейтингісі бар адам үшін бұндай басымдықты игеру ешқандай қиындық туғызбайды. Өткені артық ат деген енді үлкен басымдық екен. Мен ғана емес, 3-ші дәреженің егері де білетін шығар. C5 шақ, ат негізгі орталыққа келді, ат D3, 8 аяқ. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Бұлай және алдық, бұлай және осымен ойын аяқталды. Не айтуға болады? Мына жерде жалпы Арджунның көптеген шешімдерін түсініп тұрған жоқпын мен деген. Неге F3 деп жүрді, неге мысалы F3 деп жүрді, неге мысалы мына пілді уақытылы шығарған жоқ,
неге мысалы G4 деп жүрді. Көп шешімдерін арджынның мүлдем түсінген жоқпын.